Ал міне гаражға да келдік. Бірінші сабақтың жалғасы. Бұл жерде не қараймыз? Контрольмен предохранитель тексеру, диодный контрольмен тексеру, форсунканың импульстарын тексеру, искра тексеру, мультиметрмен қалай тексереміз, датчик температураны қалай тексереміз, мотордың массасын қалай тексереміз. Бастайық. Бірінші предохранительден бастаған дұрыс болады. Крышка. Бәр машинада крышканың астында предохранитель не үшін бәр информация бар. Осы жерден қарап алсаңыз болады. Міндетті түрде зажигание қосып аламыз. Зажигание қосамыз. Зажигание қосылды. Кішкентай предохранительдер болады. Мынау релелер неге жауап береді? Мына жерде бар міне. Фан деген мысал үшін вентиляторный релесі. Кетті міне. EFI компьютер система впрыска, хорн деген сигнал. Кеттік, бастайық. Бұлай жанбаса, бұл не подпитанный реле деп айтылады. Не подпитанный, тоқ келмеген. Бұлай жанса, подпитанный реле. Мынау бүтін реле. Бүтін предохранитель. Мына жағы жанып, мына жағы жанса, бүтін предохранитель. Міне, мынау да сол, бүтін. Күйіп кеткен предохранитель, мына жағы жанып тұрады, мына жағы жанбай қалады. Қазір күйіп кеткен предохранительді мынаған салам. Мына жерде предохранительдің тесігі болады. Сол тесікке тығасыз, жанды. Мына жағына тегізесіз, жанды. Бұл бүтін предохранитель. Мынау жанбайды. Мына жағы жанып тұр. Бұл күйіп кеткен предохранитель. Міне, тағырлайды. Жанады бір жағы. Мына жағы жанбаса, мына предохранитель күйіп кеткен. Суырып аламыз. Қараймыз. Жанып кеткен. Видеоға көрінбейтін шығар, бірақ жанып кеткен предохранитель. Ауыстырамыз. Қандай номинал тұр, қандай ампераж тұр, сондай саламыз. Мысалы үшін мұнда схемадан қараймыз. 10 ампер. 10 ампер. 10 саламыз. 10 қызыл болады. Орнына салдық. Қайтадан тексереміз. Жанып тұр. Жанып тұр. Болды, предохранитель бүтін. Бәрін тексеріп шығамыз, обязательно. Бәрін. Міне, бәрі бүтін. Жанған предохранительді алып тастағанбыз. Енді мына контролькада солай жұмыс істейді. Мына менде тексерсеңіз болады. Мінекей, жанады. Предохранитель осылай тексересіз. Питание бар, бүтін. Питание бар. Питание бар, питание на жағында жоқ болса міне, күйіп кеткен ол. Екі жағында питание болса, күймеген. Кейбір предохранитель бағана айттым. Мысал үшін, бұлай жанбайды. Олар не подпитанный орысша айтқаны. Бұдан тоқ жүріп жатқан жоқ. Мысалы, мынау фардыкі десек, фарды қосқан кезде ғана пайда болады. Мінекей, қазір фар қосады. Міне жанды. Фарды өшіреді. Егерде фардың предохранителін тексеріңіз келсе, фарды обязательно қосып қоясыз. Міне қосып қойды, тексереміз. Бүтін. Міндетті түрде тексеретін фарды іздесеңіз, фардыкін қосып қоясыз. Пештікін іздесеңіз, пешті қосып қоясыз деген секілді ғой. Вентилятордың іздесеңіз, вентилятордыкін. Мынандай силовой предохранитель болады. Бұларды қарап тексересіз, болмаса шешіп алып тексересіз. Бүйтіп суырып аласыз да, прозвонка жасайсыз. Мынандай немнемен өшіреді. Бұндай предохранительді мынандай контролькамен тексеруге болады. Бір жағына крокодилді бересіз де, екінші жағына мынамен қоясыз. Бүтін. Көрдіңіз бе? Күйіп кеткен болса, тегізсеңіз шиқылдамайды. Міндетті прозвонка деп аталады бұл. Мультиметрмен де тексерсеңіз болады.
Оғынықты деп ойлаймын. Бұл бүтін бізде. Мынандай болады. Бұларда көрініп тұрады. Іш жағында қылы болады. Көзге көрінеді, көзбен қарай салуға болады. Шешпей ақ. Мына контролькамен қалай тексереміз? Шешіліп тұрған предохранительді. Сабақта айттым мен. Мына крокодилді обязательно минусқа кигіздік. Міндетті түрде тексеріп аламыз, істей ме контролькамыз. Істей ме, істемей ме? Міне істеп тұр. Предохранительді аламыз. Бір жақ аяғы мынаған қоямыз, плюске. Екінші аяғымен бұлай тегіземіз. Міне жанды. Бүтін. Демек, бүтін предохранитель. Міне жанады. Жанды. Мынау бағанағы күйіп кеткен предохранительіміз. Тегіземіз. Жанбайды. Күйіп кеткен предохранитель. Түсінікті деп ойлаймын. Отандым ба? Келесі мультиметрмен қалай. Көбінде бізге керегі міне 20 вольт. В деген жазуы бар. 20 вольт. Аккумулятордың зарядкасын өлшеу керек бізге. Қызыл плюске, қара минуске. 11-98. Қазір машинды оталдырамыз. Генератордан зарядка кетті. 13-те генератордың зарядкасы 13-те 2-ден 14-те 8-ге дейін болу керек. Зарядка беріп тұр, жақсы беріп тұр қазір. Енді генератордан, мысалы үшін мына жерде зарядка келмей тұр дейік, 12 болып тұр. Генератордан өлшейміз. Қоямыз. Мына қара шөпті массаға қоямыз. Генератордың мына жерде болты бар. Сол болтқа қоямыз генератордан. Сразу шығатын. Тигіздік, енді мультиметрге қараймыз. Зарядка беріп тұр. Мына жерде зарядка бар. Аккумуляторға тигізген кезде 12 болып тұрса, жолда үзік бар, немесе предохранитель күйген. Қазір зарядка бар. Бәрі жақсы. Енді бізге мотордың массасын өлшеу керек. Мотордың массасы не керек? Моторда масса обязательно болу керек. Міндетті түрде. Кузовта да масса болу керек. Оны айтып кеткем. Қайтадан 20-ға қоямыз. 20 вольт. Бір шүпті плюсқа. Бір шүпті моторға. Моторға тегіздік. Мына аккумуляторда қанша вольтаж бар, соны көрсету керек қой. Мысал үшін міне 12-де 8. 12-де 8. Мотордан тексереміз. Қара шүпті плюске. Моторға 12-де 8. Массымыз жақсы, мотордың массасы керемет. Стартер бұрап тұрып тексеру керек. Стартер бұраған кезде 10 вольт, 9 вольт, 10 вольттан түспеу керек. Қазір бұраймыз. Сипырларға қарап тұрыңыз. Қайтадан өшір. Қазып оталдырамыз, қарап тұрыңыз. Массы, мотордың массасы жақсы. Өшір. Енді мынаны айтты. Мына екеуін негізі бұлай да өлшей беруге болады. Екеуін орнына ауыстырып та өлшей беруге болады. Бірақ қара шөпті плюске қойсақ, алдында минус деген жазуы болады. Міне минус деген жазуы. Енді қара шөпті орнына қоям. Енді кәдімгі плюс 12 вольт. Мына жерден тексергенде де қызылды моторға қоюға болады. Мысал үшін. Болмаса қызылды былай қоюға болады. Негізі орнына қойған дұрыс. Орнына қойған дұрыс. Қызылды плюске, қараны минусқа қойған дұрыс болады. Ұғынықты деп ойлаймын мультиметр. Мультиметрдің келесі показаниясы бізге керек. Прозвонка. Прозвонка. Мынандай дыбыс шығарғышқа қоясыз. Бір-біріне тегіземіз. Прозвонку.
Провод бүтін бе, бүтін емес пе, соны білеміз. Қазір көрсетем. Мысалы үшін міне бір қиық провод ұзындығы. Міне, мына провод бүтін бе, бүтін емес пе, қайдан білеміз. Мына мысалы ойлайық, бір машинаның касасында тұр деп ойлайық. Мына мысалы бір шүпті аламыз, мына жақ басына тағамыз. Мына жақ басын, мына жақ басына. Чиқылдады. Демек, мына провод бүтін. Егер мына секілді чиқылдамаса, бүтін емес бұл провод. Изоляцияның ішінде бір жерден үзіліп қалған, шіріп қалған, ашып қараймыз неге бүтін емес. Көбінде датчикальный болады, проводкасында проблем болады. Сол кезде осылай тексересіз. Бүтін бе, компьютерға дейін бүтін емес пе. Так, келесі керек бізге зат сопротивление деп аталады. Мынандай таға белгісімен белгіленеді. Датчик әлнівалы тексергенде 2000 құмға қойасыз. Енді мысалы мына датчик температуры тексеріп көреміз. Обычный датчик температуры стрелкаға баратын. Бір шупын мына жақ басына, бір шупын мында масса. Міне көрсет. 3-6 көрсетіп тұр. 3-6. Бұл датчик температурный болғандықтан қыздырған кезде мынаның показаниялары өзгереді. Қазір міне 3-46, ой, 3-та қанша болып тұр? 3-30 қаз қыздырамыз. Қараңыз, міне сопротивление өзгеріп жатыр. Болды. Міне 1.23-ке дейін барды. Қайтадан суыған кезде түсе береді. Түсіп барады. Көтеріліп барады, то есть. Көрдіңіз бе? Осылай жұмыс істейді. Утечка тока. Аккумуляторыңыз мысал үшін кешке жақын машинаны қойдыңыз. Таңертең шықсаңыз аккумуляторың озыр қапты. Аккумуляторыңыз жаңа деп ойлайық. Демек утечка ток қашу бар машинаның бойында. Оны іздегенде қызылды аламыз да, қызыл шүпті аламыз да, міне ампер дегенге қоямыз. Ампер. Тықтық. Мынаны міне А деген жазып тауып аласыздар, ампер деген сөз. Минимальный қоясыз. 10-ға. 10-ға қойдыңыз. Наразрыв жалғайсыз. Наразрыв дегеніміз клемманы шешесіз. Біреуі мынаған жалғаймыз. Біреуі мынаған жалғаймыз. Утечка тока көрсетеді. Бізде 0,04 бұл. Оны бөлек сабақта айтам, қалай іздейді, қалай диагностика жасайды. Бізде идеальный 0,04, 0,07, 0,06. Кейбір машиналарда, простой машиналарда 0, вообще 0 болады, 0,01 болады. Оны бөлек айтам, қалай іздейтін. Келесі тексеретініміз импульс, форсункадағы импульс. Ол үшін диодныймен тексерген дұрыс болады. Диодный контролькамен. Лампочкамен де тексеруге болады, мына секілді. Слабый лампочка болса. Мен бірақ осындай диодныймен тексерім. Крокодилін аламыз, минусқа қоямыз, міндетті түрде минусқа. Қазір мен форсунканың тоғын суырып алайын. Суырмай тексеруге болады. Ой. Так. Зажигание қосылып тұр қазір. Бұлай тегіземіз, түк жоқ. Бұлай тегіземіз. Демек, мына проводта плюс бар. Логически ойласақ, мынау плюс болса, мынау бізде сигнальный болады. Қазір төбеде тұрған светті өшіріп қоям, жақсы көріну үшін. Машинды от алмайтындай қып істеп сайым, сойын аккумулятормен айландырып көреміз импульстарды. От алған кезде көрінбей қалады дірілдеп. Қазір от алмайтындай. Міне салдық. Енді мына жасыл лампочкаға кеттік, айландырамыз. Көрдіңіз ба? Импульс деп аталады. Импульс бар, келіп тұр. Тағы өрлес.
Жарқылдап жанып тұр. Тағы бірлес. Болды. Импульс кеп тұр. Импульсті осылай тексересіздер. Енді импульсті мына контролькімен тексереміз. Бұла кішкентай бөліктеу. Импульс тексеру үшін плюске қоямыз. Крокодилін плюске қоямыз. Плюске қойдық. Өйткені бізден әжде минусовой сигнал келеді. Минусовой сигнал келеді. Нәрден плюсті тауып аламыз. Бірінші плюсті табу үшін мынаны минусқа қоямыз. Минусқа қойдық, зажигание қосылып тұр. Мынау плюс. Мұнда түк жоқ. Бізге мынау керек. Мынаны аламыз да плюске қоямыз. Енді мұқият қараймыз. Айландырамыз. Маргат етіп тұр, көрдіңіздер ме? Бұдан да кішкентай лампышка болған дұрыс негізі. Осылай істейді бұл. Енді катушкадағы питание массасын тексеруді көрсетем. Диодный контролькімен. Ана контролькімен де тексеру болады. Штекерін шешіп аламыз. Тексереміз. Масса. Зажигание қосылған жоқ. Зажигание қосылды. Міне масса. Міне плюс. Мына екеуі сигнальный. Сигнальный. Қазір светті өшірейін. Көрінеді. Қайда кетті қал. Так. Сигнальныйға тығамыз. Сигналын тексеру үшін айландырамыз моторды. Болды. Мынаның сигналы көрінбейді екен. Ну-ка. Жоқ, мынаның сигналы көрінбейді екен. Жарайды, мұны өтпей қойып. Келесі разредник. Искра тексереміз. Искраның ұзындығы естеріңізде болсын 1,5 сантиметр ұру керек. 1,5 сантиметр. Мынаны бұрасаңыз, мынаның зазоры үлкейеді. Міне осынша ұру керек искра. Қазір көрістім наглядно дейді орысша айтқанда. Сол ұрамыз катушканы. Міне катушка, Toyotаның катушкасы осындай болады. Штекерін міндетті түрде тығамыз. Мынаның басын мында тықтық. Крокодилді міндетті түрде массаға тығамыз, массаға. Надежный масса. Тықтық. Енді қараймыз, искра бар ма, жоқ па. Мына жерге қараймыз. Айландырамыз. Болды, искра жақсы. Искра керемет. Егерде 1,5 сантиметр ұрмаса, катушкаңыз шаршаған. Мынандай ғана ұрып тұрса, катушкаңыз шаршаған. Көп электриктер осыны ескермейді. Бұны тексерген кезде басына свеча қойып тексереді. Ол дұрыс емес. Осындай разрядникпен тексеру керек. Искраның ұзындығы болмаса, машина оталмайды. Разрядник сол үшін керек. Ондай выездар көп болған менде. Электр кеп оталдырмай кеткен дейді. Сонда разрядник қолданбайды, мынаның басына свеча тыға салады. Олай дұрыс емес. Мындай албасаңыз осы жақсы. Датчик кальваланы қалай тексереміз? Сопротивление керек бізге. Бағана айтып кеттім. Тағы қоямыз. Тағаны 2000-ға. 2000-ға қойдыңыз. Датчик кальвалдың штекерін тауып аламыз. Бұл камераларда міне тұрады. Штекері. Датчик кальвалын штекерін суырамыз. Міне суырдық. Мына жағынан өлшемейміз. Мынау компьютерден келетін жағы. Ары қарай моторға кіретін жағынан өлшейміз. Демек, мына штекерден. 2 шүпті аламыз. Тигіземіз. Міне мен тигізем. Ой, ё-моё. Қайта насық тигіземіз. Тигіземіз. Ой, ё-моё. Оны еп көрсетпей қалды. Оны көрсетпейді? Мынаны қоймаппыз ғой, ё-моё. Датчик кальвалын тексереміз. Тағаға қоямыз. Сопротивление. Орысша айтқанда. Кедергі дейді, қазақшасы. 2000-ға қойдық.
Датчикканы баланы тауып аламыз. Міне штекерін суырып қойдым, Toyotаларда мына жерде тұрады. Мына жағынан тексермейміз, мына өйткені мынау компьютерге баратын жағы. Бізге моторға бекітілетін жағы керек. Штекерін тигізем. Оң жақ, сол жақ, қызыл, қара бәрібір. Тигіздік. Toyotаларда осынша көрсетеді. Приолардікінде 600-700 көрсетеді. Әр машинде арғалай, ішіндегі обмоткаға байланысты. Сопротивление бар, демек бүтін датчикканы бала. Осылай тексереміз. Келесі кабель трекерді қалай қолданамыз? Кабель трекер сымның үзігін іздейтін. Бірінші мына қызыл проводты плюсовой. Плюсті іздейтін проводтың басына қосамыз. Қостық. Мынаны массаға қосамыз. Машинаның массасына. Қостық. Тон деген жазу тұрады. Тон. Тонға қоямыз. Лампочка жанады. Мынаны айландыратыны бар мына жерде. Соны қосамыз. Айландыратыны бар міне. Дауысын шығаратын, дауысын азайтады, дауысын көбейтеді. Мынау машинде сым деп ойлайық. Мынандай дыбыс шығады. Шиқылдаған дыбыс шығады. Бітті қалды. Міне. Бүтін. Мына жерде жоғалып кетті ары қарай. Болды. Мына қайда үзік бар деген сөз. Бүтін. Жоғалып кетті. Мына жерде үзік бар. Изолентаны ашамыз, қараймыз. Шірік бар, бірдеңе бар бұл жерде, значит. Бұл оңай. Тағы бір рет қайталап өтейін. Қызылды іздейтін проводтың басына қоямыз. Қараны массаға қоямыз. Болды. Шиқылдатып жүре береміз. Машинаның өне бойынан. Солай іздейсіздер. Машинада көрсетіп жерейін, кабель трекермен қалай үзік іздеу керек. Іздейтін проводта питание, масса ештеңе болмау керек. Демек, мынаны іздейміз бе десек, бұған кабель трекер қосылмайды. Міне, мына проводта түк жоқ. Осыны іздеп көреміз қазір. Шиқылдатып. Мінеки. Қызылды қосамыз, іздейтін проводқа қосамыз. Біздің іздейтін проводымыз мынау. Мынандай ине тығып қоясыз ішіне. Ине тықтыңыз. Қызыл проводты іздейтін проводқа қостық. Мынаны массаға қостық. Міне масса. Мынау тон. Мынаны қосылып тұр. Кеттік, іздейміз. Шиқылдайды. Мына коробкалардың ішінде аздап шиқылдайды. Мұны ашып, аздап ашасыз да ішіне тығып. Шиқылдайды сонда. Қайда баратынды, міне. Олай қарай кетті. Мысал үшін бүйтіп келе жатсыз, шиқылдатып. Мына жерде жоғалып кетсе, бұл жерде үзік бар деген сөз. Ашып қарайсыз. Үзік болса жалғадыңыз, болды, мұнда плюс келді. Ой, қиын ештеңесі жоқ. Мотордың массасын не үшін тексереміз? Кузовтың массасын не үшін тексереміз? Аккумулятордың зарядкасымен бірдей болу керек ол. Егерде аккумулятордың зарядкасын қараймыз. Егерде мына жерде аккумуляторда 12-да 36 деп тұр ғой. Сон мотордың қарағанда, двигателдің массасын қарағанда тура сонша көрсету керек. Егерде одан төмен болса, демек бір жерде массаның проводы шіріп қалған, бұралмай қалған. Стартер айландырмайды, генератор дұрыс жұмыс жасамайды. Мына машинде қазір жақсы. Екі жақ бірдей көрсету керек. Кузовтікі да плюске қоясыз, қызылды. Кузовтың кез келген жеріне тегізесіз. Міне, мына жерге тегіздік. Масса жақсы. Пайканың жұмысын қарастырайық. Мынандай
алып қою керек. Кислота флюс для пайки деген. Болмаса міне мынандай бар. Кислота паяльная деген. Онсыз пайкіленбейді. Пайканы қыздырасыз, обязательно тоққа тық қойып. 12 вольт болса 12 вольт, 220 болса 12. Кішкентай тамыз қоясыз. Осы жетеді. Көп даже бұл. Мынандай алған жақсы, басы шүкір, ыңғайлы. Мына үзіліп қалды дейік мысал үшін. Үзіліп қалды. Проволокамыз, например, мысал үшін үзіліп қалды. Қалай жалғаймыз? Бүйтіп орамаймыз. Мына бір-бірінің ішіне кіргіземіз қылдарды. Контакт жақсы болады. Негізі осылай орау керек. Қылдарды бір-бірінің ішіне кіргізесіз. Бір-біріне байланыстырып. Орап аласыз бүйтіп. Термоусадка керек болса, термоусадка кигізіп аласыз. Қазір термоусадканы да көрсетемін. Ой.